Жұрттың жылы отыруына сеп болып жүрген мамандардың қуанышы. Қарағандыда Қазақмыс ұжымы энергетиктер күнін ерекше тойлап өтті. Мерекеде еліміздің энергетикалық кешен құруға және қызмет көрсетуге өз өмірін арнаған адамдар марапатталып, қызметкерлер мәре-сәре болды. Распекова Индира Тлеубаевна, қошеметтеріңізді аймаңыздар. Именно 22 год нас сплотил. 2022 жыл біз үшін оңай болған жоқ, бірақ біз ұжым болып мүмкіндігінше барлық қиындықтарды еңсердік. Электр орталықтарындағы техникалық қауіпсіздік сақталған, әлемдік стандартқа сай жұмыс жасап тұр. Қызметкерлердің жалақыларын да көтердік. Басқа компаниялармен салыстырғанда жоғары деуге болады. Көп балалы отбасыларына үй беріп, кейбіреулерін санаторийлерге жіберіп жатырмыз. Келер жылда бұл үрдіс жалғасады. Барлық энергетиктерді мерекелерімен құттықтаймын. Серіктестік ұжым қызметкерлерінен бөлек жақында Екібастұзда болған апаттың орнын толтырып, қаланың инфрақұрылымын қалпына келтіруге де ерекше ықпал етті. Конечно, біздің жігіттердің арқасы, андай аварийный ситуация болса, олар тез устраняйт етеді. Енді сондай жағдайлар, мысалы больница, бүкіл промышленность, электриктер, энергетик керек қой по-любому. И соның бәрі бүгін осындай қуаныш біздің балқашымыздың жігіттеріне көп рахмет, осындай жаңағы қатты қиыншылықта тез осындай аварийный ситуацияны тез устранять етеді. Бәрі грамотный жігіттер. Көп көмектеседі, әсіресе көп балалы жұмыскерлерге, жаңағындай жағдайы шектеулі жұмысшыларға көмектеседі. Жаңа генеральный директор Темірлан Исатаевич айтып жатыр. Оның бәрі биылдыққа, осы 22-ші жылға 6 жұмысшыға 6 үй берілді. Қазақмыс бүгінде өз қызметін жүзеге асыру кезінде өз орналасқан өңірлердің әлеуметтік мәселелерін шешуге ерекше назар аударып келеді. Санат Нұрбай, Еуразия, бірінші арнасы.